Поэзия, көңілдің толқыны, жүректің лүпілі және өмір құбылыстарын танып білудегі қуатты құрал. Ой мен сезімнің тамырын терең салған мағыналы бәйтерек. Жалпы айтқанда, поэзия әдебиеттің ертеде қалыптасқан көне саласы. Әр заман поэзиясының өзіне лайық күйі мен үні бар. Адам баласының бүкіл тарих бойына ілгері өсіп дамуы қаншалықты тынымсыз. Толассыз жүріп жатқан процесс болса көркем бейне жүйесімен ойлау, дүниені образбен танып баяндау, суреттеу өнерде тоқтаусыз жүріп жатқан құбылыс. Қоғамдық сананың бір түрі ретінде көркем әдебиет қай ғасырда болса да, сол заманға адамдардың бір-біріне деген қатынасын, ой арманын, дүние танымын байқатпақ. Соның ішінде поэзияның ғана құдіреті келетін, тек өлең ғана айтылатын тебіреніс бар. Ол заман күйі, тіршілік еткен жанның мұңы мен зары, ішкі арманы мен сезімі, қуанышы мен күйінші. Бүгінгі қазақ поэзиясы кең еліне келген, кең тынысты, сан салалы, осы бойлы, сан қырлы әлемдік деңгейге көтерілген өскелең әдебиеттің үлкен саласы.
жылап келдім, жерлерден күліп барған, жаным бір жай табардай үміт болған, мендік жүрек аққудың қауырсыны жағасына теңіздің шығып қалған. Тапталып тұр ешкімге керек болмай, жалтақтаймын теңізден үміт бардай, жалғыз қалған аққудай жабырқадым, күлуіме бір тамшы себеп болмай. Құдай жазса пендесі көнеді де, үміт етіп бір бақтың келеріне, мұңнан алқа тағынып құлпырғаным ақын болып жүргенмін. Себебі не? Қызылғанды жанымды күнге теңе, өкпелейін айтыңдар кімге, неге? Өлең жазсам әйтеуір жан мен сайтан, аймалшықтап жүрмеген шар көбеле. Арқалансам қызатын бар әдетім, адам болмай ақынға жан ететін, мен шығармын ең сорлы ара тектес күздігіні білген бол дәмететім. Кім боларым белгісіз ертең менің, бүгінімді өлеңмен көркемдедім, гүлге қарап тамсанып барадайын, жылыжайдың сыртынан желкемдедім. Арқамызда тектелер жүрі қалды. Насихаттау керекпін ұлыларды, қырандарым қанатын таққан төрге қарқылдаған қарғалар шығып алды. Қанатымды жүргенмен жазып қанша, тойған жерге қонармын азық болса, қарғаларға қызыған қайтем енді, аққудайын жүрегім нәзік болса. Бұйырса да тағдырдың сыйегімге, мен өртендім өзімнің күйігімде, көк теңізден бақылап отырармын, қырандарым қалса деп биігімде. Ассалаумағалейкум, өлең сүйер, жыр сүйер, ән сүйер қауым. Бүгінгі мына біздердің шағын поэтикалық ән кешімізге қош келдіңіздер. Мына көбісі танымай отырған шығар, бұл бала кім, бұрыннан бері қайда жүрген бала деп. Сол сіздермен алғаш рет танысу кеші деп қабылдарсыздар. Ал бүгінгі кеш сіздер үшін. Той жасап ертең барша ағайынға, таңымды әсем қарсы алайын ба? Керемге барып өлеңімді оқып көнерген үнмен жар салайын ба? Түйілген ашық қас қабағымды салайын, сосын асқақ әнімді Молқауға барып өлең оқытып, тыңдауға жинап дос жанымды. Нетейін жанға қайғалып бөтен, отырсаң отыр жайланып көкен, соқырға сыйлап қойын дәптерді, ақынға ұлы айналып кетен. Бір бақыт алдан кезігу үшін, тек үйіп тауға көзілу үшін, дос болып жүрмін осы жандармен, өзімді сақ-сау сезіну үшін. Ертеңгі күнді қайдан білемін, бұлыңғыр болса бүгінім, тыныш ұйқыны айдан тіледім, бөлінетіндей түбірім. Мен кіммін деген ойдан жүредім, тұрақталма тұғырым, шыта қайран жүрегім, алдымда әлі ғұмырым. Заманға мынау шағымданбаймын ешкімге, көндігі болып бағынғандаймын жүрегімдегі көшкімге. Бүкіл дертімнен арылғандаймын, сақтай берейін өшкімге. Бауырым алдықпен ауырғандаймын, бауырсыз күнді кештімде. Болса да ортан, таныстарым көп, табылам олар жанымнан. Сабырдың бәрін тауысқаным жоқ, түк қалмаса да қанымнан. Күндесіп жұртпен алысқаным жоқ, артық па олар арымнан. Сонда да естен ауысқаным жоқ, қайысқанымен қабырғам. Қайсысы шуды үдеткен егеш, мен тыныштыққа зәрумін.
жүрегім бір сәт тіреткенді кеш ұмытып қалдым бауырым. Құмармын жанға гүлепкенге емес, сыйлағандарға ауыр мұң. Мына мен қазір жүрекпен емес, жүрексіздіктен ауырдым. Ал мына осы кешке себеп болған менің Алматыдан көптеген әндердің авторы, Қазақстан Республикасының мәдениет саласының үздігі ақын, композитор Гүлжанат Мұхамеджан әпкем болса, осы мені халықпен таныс, халыққа өзің таныстыр, сені Жаңаөзенде ешкім танымайды екен деп мені өлеңімді, өнерімді байқап алдыңғы жылы Алматыға шақырып, сол жерде тұсауын кескен болатын. Ендігі араға бір жыл салып туған жерінде кездесіп отырмыз. Қарсы алыңыздар. Гүлжанат Мұхамеджан. Ұлдары ақта болған, ақтан берген, қыздары соққан жерге құламайтын. Армысыз батыстағы қалың қазақ, тамсанып таңдай қаққан тәттендерге, шырайлы Алматыдан келіп тұрмын, мұнайлы Маңғыстаудай мақтаулы елге. Әрқайсысы бір-бір төбе асқар таудай, 362 әулие жатқан жерге. Сәждеге иілгендей басым дейдім, киелі Жаңаөзендей мақпал белге. Армысыздар. Ал әнімізді бастайық.
Бүгін саған кешегідей хат жазсам, демек менде сезім шіркін жоқ тозған. Балғын келіп сорым өршіп барада, берсең қайтет алданыш бақтастан. Хат жазған мен бұрынғыдай жоқ жала, сен кеткелі қалғаным рас, жоқ қара. Мені көргім келмейтінін түсіндім, жауап жатса, мана маған сол да ақ. Біз қоштассақ, сезім қалды менімен. Сол сезімнен өлең болып өлем, қайта тұрып өмір сүріп келемін. Құлатсаң да махаббаттың көгілден. Құдай сені жаратқан мен мінсіз қал, Құдай мені жаратпаған мұңсыз қал. Сөйлемейтін хаттар да жоқ қайтайын, жүрегімде болмаған соң өзсіздік. Ал мендегі жүрек жатыр тыншымай, бұл азапқа алар дейсің кім шыдай. Біздер бірге қыдырған бақ қараңғы, неге жүрмін сені іздеп тыншыдай. Қуана алман, бағымды сен тұсадың да сыйлап кеттің құсамын. Құлаш ұрып жүре алмаймын мен енді, сені бажып жылытпаса құшағым. Білмеймін ғой, мен ойында бармын ба, сезіміңе құмар қанбай солдым ба. Күдеріңді үзіп кеттің сен неге, жүрегімді естілік қыбалдың да. Бағыз десең, мен болайын құрбаным, құсалықпен өтер жылдарым. Мен демейтін жүрегімді тыңдамай, сөйлемейтін хаттар жолда тұр жаным. Жан сырымда ақ параққа ақтарған, өршітпестен сезімімді от болған. Құлағыма үнің жетпей бұл өңі, сен іздеймін сөйлемейтін хаттарда. Сен де маған келеді ме сыр шерттің, келеді ме сезім гүлін бір кеттің. Аз болғандай толғанысы жанымның жүрегім-ау, неге бүгін бүл кеттің? Жүрек уақыт сүйреледі шелкеле, көрсетпестен жүргеніңді еркеле. Өткен күнге өкпелемен, дегенмен неге бұрын кездеспедік ертерек?
Жанарымда моншақ мұң тұр тығылып, саған бара жолдан қалдым сүрініп. Жолдар жатыр арамызда тым ұзақ, жылдар жатыр арамызда жылымақ. Сенсіз жылу сыйламады жарық күн батқаннан сені аңсап қанықтым. Түннен сарқып күні бойы ұйықтап, кеш болса де сезбейтін болма. Жолығармыз, жүрегіміз болса егіз, мейіндей сөне сағыныштан сөзіңіз. Жүрегімнен түрлі солғым келеді, менің мұңлы тағдырыма көнсіңіз. Жанарыма енді қашан құрғайсың, өмірімді енді жұмақ қылғайсың. Аман есен екеніңді сездіріп, Сөйлемейтін хаттар жолдап тұрғайсың. Аралайын азаптан. Күндеспен қалай көңілім гүлдейді.
Жансыз тірлік болмағаны секілді әнсіз ешкім дұрыс өмір сүрмейді. Еркекте емес, еркіндікті аңсайтын жүрек кәмір жүрмейді. Жүрек кәмір жүрмейді деймін. Қалай ұнап жатыр ма? Сен тұратын қалаға бардым кеше. Мен секілді солғын бақ, солғын көше. Тырс-тырс етіп әйнекке тамшы тиді, сен де құмар едің ғой жаңбыр десе. Ашқым келген сырымды ақтарауға, жалғыз сырап тұр екен бақта мана. Мені көргің келмейтін адам құсап, жауап бере қоймадың хаттарыма. Мына маған жазбаса шат көлеуді, жұтып жүре берермін тәтті мұңды. Сен екеуміз қыдырған сол бақшаның қоқысына тастадым шоқ гүлімді. Сенсіз өмір сүруді бастап кеттім.
жалғыздықты айтып жүр жақсат деп кім? Амалым жоқ. Аспанның көз жасына үмітімді сөндіріп тастап кеттім. Ештеңеде мен сенен сұрамаймын. Жылы сөзбен сипалап сыламаймын. Жаңбыр жауса шыдаймын, жаурамаймын. Қамшыласа жүрегім шыдамаймын. Сен тұратын қалатын ұнап қалды. Ол да маған үндемей сырақтарды, мен келгенде ішіне сыймай, шері қимай мені сол сәтте жылап қалды. Сен тұратын қалаға бардым кеше, мен секілді солғын солғын көше. Енді қайтем, қалайша жылатамын. Сенің балаң жаурадым, тоңдым десе. Жақсы көрем, алайда жек көремін. Кешірдім де, тегіштей өкпеледім. Жылап тұрып сұрайсың, сағынбауды сағынуға еш хақым жоқ па менің? Қалай сонда? Іздемеу керекпін бе? Әлде жоқ па іздеуге себеп мүлде? Сен туралы жазылған барлық өлең, сен болмасаң ол өлең керек кімге? Жүрегімнің ұқпадың қалауын дөп, ойламайсың жаралап аламын деп. Көңілімді көтерші қабақ шытпай келе ғой деп, немесе барамын деп. Білем, сен де сағынып жүрсің мені, маза бермей жүректің дүрсілдеуі. Сенсіз жүрген көшелер тас қараңғы, сенсіз ішкен асым да бірсің беді. Кетпесем де жаныңа серік болып, мен өтерімін сертіме берік болып. Бұлбұлым-ау қуантшы, жадыратшы қоңыр күзде бағыма келіп қонып. Өтінемін, жанымнан жырақтама. Сен түнерме, қалмасын жылап дала. Сағынғанда үнімді есту үшін өтінемін, номерді бұғаттама. Қош дегенмен сөнбеді үміт әлі, үміт сөнсе сезімді суытады. Алдымыз қыс, алданба жылы киім, мен болмасам сені кім жылытады? Жара, жетеді қырсыққаның, өшірейін жанардан мұң шықтарым. Сенсіз жерде тынысым тарылып жүр, әлде саған керек пе тұншыққаным? Жүрмесең де жаның да күнде демеп, сен болмасаң сыр ашам кімге, неде? Мазақ ашып ояндым қара түнде, саған өлең арнауға бір керемет. Жақсы көрем, алайда жек көрем. Кешірдім де, тегіштей өкпеледім. Алай білей сезімнен туған едім. Өтінемін, өлеңімді сүртпеменім. Шат балуан! Сағынышым жанымды көріп кеткен, қайғы мұңға бұл жаным желектетпей. Қыс түскенде аулаған көңілімді ақ қалады, көктемде еріп кеткен. Қыста өтті боранның жанды қарып, мен өзіңсіз, сезімсіз тоңдым анық. Күн батқанда мұңаяу жалғыз өзім, сосын өлең жазамын жанды жағып. Еске түсіп бір жүрген қызықты сәт, арамызды кеткендей үзіп пышақ. Бүгін тағы өлеңім еленбеді, тағылмаған саусаққа жүзік құсап. Көңілімді сен қашан ескермейсің, сүймек түгіл сен мені дос көрмейсің. Қағаз, қалам, сыратыр үстел үсті, тек сен жоқсың. Тек сен жоқсың жанымда, тек сен жоқсың. Мен қайтейін сырды тек дәптер көрсе, шіркін Құдай сезімді бақпен берсе. Қыс келгенше жаз менен күз барайы, қош бол жаным, көрсем сәт келгенше. Жүрегімнен бір ұшқын оятпадым, сор басыма қалғанда таяп бағым. Сағынышым деп баста өлеңімді, қош бол қарған деп қимай аяқтадым. Сенерің ғой өмірде тапқан бағым, енді саған тілейін бақ қонғаным. Көктемдегі еріген аппақ қардай ағын суға айналып ақтарманым.
ғайып болдың. Бір сәтке көріндің де, менен кетіп ауды екен көңіл кімге, әлде күзде жауатын ақ жауындай жанарымнан моншақ боп төгілдің бе? Ай төсеген көрпелей жер бетіне, сәуле шаша алмадың келбетіме, жасыл бағың жаздай боп жайқалама бұлбұлың боп тұрмасам тербетіле. Жыламайды өз бағын тапқан адам, жан емеспін мен бірақ бақ талаған, кейде сені сағынып сабылғанда, жаса болғым келеді ақ қалада. Бақыласа жұлдыз, күн, ай төбеден, бақыт алып кетсе ғой, жел кемемен. Сені көрген бір күнім толған бақыт, 364 күнді қайтар екен. Ал ортамызда бүгінгі менің шашбауымды көтеріп, сонау Алматыдан келіп отырған эстрадамыздың жұлдызы, ол болсын Бейсенбаева. Ассалаумағалейкум, Жаңаөзен тұрғындары, қош келдіңіздер. Кеш жарық. Бүгінгі міне Нұрсұлтан бауырымыздың поэтикалық концертіне қош келдіңіздер. Нұрсұлтан бауырым, поэтикалық концертіңіз құтты болсын, жалғасын табай берсін. Соны Алматыдан келіп тұрмыз. Кеш жарыққа башламызға.
назарыңызға шыққан Гүлжанат Мұхамеджанның әніне жазылған екі өлеңінде. Өлең жазбай жүрсің бе көптен бері? Сағындырып қойдың ау әттең мені. 42 әріпті өлең қылған, сен сиясың кеппеген дәптердегі. Жаныма кел, отырып өлең оқы. Мұз көңілді ерітсін әлем оты. Менде ғажап бір жер бар қиял деген, жер бетінің ұшпайтын самолеты. Кел жаныма, сол жерге аттанайын, әсер алып бәріне мақтанайын. Жалын болсаң, болайын мен отының, кел одан да қосылып от болайын. Қыздырайын, сезімді бықсып қалған, оянайық тек бірге күн шыққаннан. Мен оқиын, сен жаршы бір шедевр, сірә пайда таппаймыз қырсыққаннан. Тағы өлең жаздың ба жылау үшін? Осы шығар жасаған күнәлісің. Әкел, оқып берейін сыңғырлатып. Өз өлеңің өзіңе ұнау үшін. Сыры не десендегі кереметтім. Кереметті көрдім де елең еттім. Жанарыңмен ботадай қарадым да, жүрегімнен ақ сезім себелеттім. Өлең еттім сыйқырды бойыңдағы, көрінген соң көзіңде уайым бары. Бар бағыңды жайнатып жіберейін, арманыңды айтсаңшы ойыңдағы. Ғашық жандар оңбайды түнде неге, тыныштықта түндегі түрленеме. Мұң арқалап жататын түн аруы таң атқанша айығып үлгереме. Тікенекті кеткендей жалаң басып, неге енді отырмын жарамдашып. Мұңға ғашық арулар маған ғашық, түнге ғашық ақындар саған ғашық. Өзің айтшы, дәл бұның себебі не? Мұңды көзің қуаныш көреді ме? Қанша қашып жүрсең де алдыңнан кеп өрмекші өмір өз торын өреді ме? Ақындардың мәңгілік түн тұрағы, айдай әсем жыры да құлпырады. Сенің жаның өлеңге құмар болса, менің жаным тек саған ұмтылады. Қарғап жүрген екенмін әлемді құр, сәл ойландым босатып денемді бір. Сенің сүйген өлеңің мен екенмін, менің ғұмыр, себебі өлең ғұмыр. кешірші бұйырмайтын маңдайыңның жазылған кеселімін. Арман етіп ұзамай кезігуді, керек етсін жүректің сөзі кімді. Құдай мені сынады, сағынышпен шақырыммен сынады төзімімді. Қоңыр әнін күмбірлеп бастаса күз, жазда емес, біз неге басқашамыз? Өзіміз ау бастайтын жаманlarым кездессек те, тек мәңгіге қоштасамыз.
Ешеу жараланбай, тырысасың көзіме көрінбеуге, жасырынбақ ойнаған балалардай. Әлі жүрме жанымда тербеп өлең, сенің өзің әуезді шерлеп өнең. Төктім бекен сағынып көздің жасын, кеттім бекен жалығып, әлде менден. тыңдайтын әндеріңіз жаңа шыққан әні менікі өзі Нұрсұлтан Есенғали, сен солай сүйе аласың ба? Ал енді кішкене сезімді суытпайтында, қайламды құртайтындай, құшағың мені құшағың, ешкімді шақпайтында, сүйе аласың ба, сүйе аласың ба? Бағымды құрықтайтындай, өзгеден сырықпайтындай, арамыз алыс болса да, мәңгіге ұмытпайтындай, сүйе аласың ба, сүйе аласың ба? Құлпырды гүл арасында жайнатсам аласың ба? Сезімді жанарымдағы айтқызбай ұғаласың ба? Қалғанда мұң арасында қол созып шығарасың ба? Мен сені шын сүйемін ғой, сен солай сүйе аласың ба? Мен сені шын
мен сені шын сүйемін ғой, сен солай сүйе аласың ба? Мен сені шын сүйемін ғой, сен солай сүйе аласың ба? Мен сені шын сүйемін ғой, сен солай сүйе аласың ба? Менің досым жақында ғана Стамбулға барып келген болатын. Оның бұл саяхаттан алған әсері сондай. Тіпті сөзбен айтып жеткізе алар емеспін. Өзім қанша рет Стамбулда болсам да, досым секілді толғана алмаспын. Оның осы саяхат жөнінде жазған бір өлеңі бар еді. Оқып берейін бе? Тыңдап көріңізші. Оянсам да дірілдеп алақаным, сезбегенем дәл бұлай таң атарын. Ойға батып жайғана отырғанмын көшесінде шай ішіп Галатаның. Ізет қылып жүрсем де қарындасқа, бір ақынға бір сұлу бағынбас па деген ойға шомылып отырғанда нәзік дауыс естілді. Орын бос па? Изеп басты ымдадым тіл байланып, тастай қатқан жүрегім гүлге айналып. Алдымызға қойылған ыстық шайдай махаббаттың отында бір қайнадық. Бағындырып жүрсем де алыс қарды, қатал тағдыр сезіммен алыстырды. Дархан жері қазақтың жүздестірмей, Стамбулдың көшесі таныстырды. Күткен бағын жүрегім келді деп тұр. Ал сұлу қыз үмітің сөнді деп тұр. Жарың қимай жүргендей білдіреді, ақ желегі басында желбіреп тұр. Бір мезеттік бақытты сұрамаған, бүтін бақыт бар өзі мына маған. Содан ыстық шай әлі кездеспеді, өткеніммен қаншама жыл арадан. Менің жайым жұп-жұқа қыл арасы, белгілі қой жайымды сұрамасы. Қош дегенде қақиып тұрып қалдым, Галатаның секілді мұнарасы. Кеттей алмай бағымды құшқан мұңға, бақыт құсын елестей ұшталдым да. Сенесің бе? Сен әлі ұмытпадым. Қазақ қызы кездескен Стамбулда. Армысыздар, құрметті өлең патшалығына жайылған барша оқырман. Бүгінгі кеште сіздермен кездескенімізге шын жүректен қуаныштымын. Нұрсұлтан бауырымыздың бүгінгі жеке кеші құтты болсын дегенді бір. Жалпы біз өмір сүріп отырған ғалам, біз өмір сүріп отырған өмір, оның барлығы бірдей бақтан құралады. Оны барымыз білеміз. Кейде бір адам өкпелетіп жатыр, кейде бір адам ренжітіп жатыр, кейде бір адам белгісіз әйтеуір жай ғана өмір сүреді. Сол жай ғана өмір сүретін бір адам сенің бүкіл ғұмырыңа айналуы мүмкін. Ал егер ол адам үндемесе қалай болады, ойлап қарашы. Мүлдем сізге тіл де қатпай, сізге әңгіме де айтпайды, сізге ишара да жасайды. Қатты жанына батады. Диалог деген дүниенің жоқтығы қазіргі заманда бүкіл отбасын керек болса бүкіл адамды құртып жатады. Дәл осындай диалогтар, құртатын диалогтар үшін бірдеңе де. Үлдегеді, ұранып, үлдегеді, ақталамыз, шыж-пыж боп кімге, неге? Сыбырламай айтшы енді, айғайлашы,
сағындым де, сүйем де, бірдеңе де. Бақыт деген қуанып, ұрсып, күлу, сүйіктіңді әдейі қырсықтыру, бірдеңе де сөйле тек үнсіз қалма, үнсіз қалу, сезімді тұншықтыру. Тұрмыс билеп, аяққа оратылып, жаңа мұңдар жатыр ма жаратылып, төзіміңді сынауың жеке жеңіс, сезіміңді айта алмау сорақылық. Үлдеге де оранып, үлдеге де ақталамыз жыз-пыз боп, кімге, неге? Кім күлдемей айтшы енді, айғайлашы, жек көрем де, кетем де, бірдеңе де. Басында айтқандай, құрақпақ деген дүние, бұл кез келген жағдайда да адамды есінен алжастыратын дүние. Менің өмірімнің бір құрағы болған, ол менің құрақ көрпем. Мен анам ылғи да құрақ көрпетіге отырып маған айтатын: балам, құрақ көрпе дегеніміз ол бір отбасының құралданып кетуі үшін, құралып кетуі үшін тігілетін арнайы ырым. Дәл осы ырымнан ауытқымай, сен де үй бол, сен де құрал, сен де мықты азаматтың бірі бол деп, анам менің үнемі құрақ көрпе деген. Маған да тігіп берді, ініме де, анама да бәрі. Олай болса құрақ көрпелерімді оқып берейін. Ойламайды аналар қай баласын, көрсетпейді ешқашан айға жасын. Құрақ көрпе тігетін менің анам құралданып кетер деп айналасы. Жеп жатыр-ау анамды мұң ішінен, арам шөптер көп көрді гүл ішінен. Менің жазған жырымды анам білген, мен анамды тану үшін тігісінен. Ұлдар аман, үйдегі, қаладағы келіндер арманын табалады. Түрлі түсті анамның жіптеріндей, түрлі болып өсті балалары. Өркөкірек болып кетен күйдесіне. Анам менің жалғыз-ақ сыйлесімен, қай баласын қайғыға жығып берер, қай саусағын тесер енесімен. Қасіреттің шипасын кімнен сұрар? Мұңай санам ендігі бірден сынар, көрпесіне шаншитын енесінде жүрегіне шаншылап жүрген шығар. Ұлдарына жанымен сенеді әлі, көрпетігі оларға береді әлі. Оймағына қарайтын ақылдана, ойларына адал болып келеді әлі. Көрсетпейді ешкімге, қымсынады, әндерінде айтпай жүр үн шығарып. Көрпесіне салатын мақтасымен жаққа жасын көрсетпей тұншығады. Тағдырдерді жанына батқан шығар, көрпесінің кемдігін жаттан сұран, ырымына алданып үлкендердің анам тағы істігіп жатқан шығар. Ұлдары жүр жан-жақта бақа маңдай, анасынан алды екен бата қандай. Құрақ көрпе көргенде қынжыламын, бар еңбегін анамның табағандай. Тәңір жасқа мұң көтір күлкімдегі, арман тұлпар ешқашан үркімеді. Құрақ көрпе астыма жайып алып құралданып кетемін бір күндері. Дәл осы орайда келгеннен кейін жұт болсын деп тағы бір өлең оқып берейін. SMS деген өлең, немесе соңғы хат, тіпті қоштасу деп оқиын. Сен бе келген, жанарымды көр соқыр емге берген, қайта жаным тіріліп келе жатыр әнәу күнгі күйікте сенде бөлген. Барымды ұмыт, мен сені ұмытқанмын әлім құрып, жұлдыздардан бейнеңді жасап алғам, ай ұсқынын төбемнен табындырып. Қара түнгі ай, сенің ғана бейнеңді салатындай, теріс киіп алушем киімімді сені көріп қуанып қалатындай. Не білесің, жырлап жүрмін сандалып, сені несің, сенің атың естілсе абайсызда өзің келіп қалғандай көрінесің. Тәтті арман, гүлдерімді аяймын бақта қалған, кетем десең кете бер, көгімде күн сенсіз атып батуды жаттап алған. Рахмет.
құрмет қошеметтеріңіз. Қазақстан Республикасы Жазушылар одағының мүшесі, ақын, ең бастысы менің досым Алтынбек Әлібай. Қолдап келгеніңе рахмет, Алла разы болсын бауырым. Мына Жаңаөзенде көп ортадан қалыс қалып жүрдім. Көп ортаға қосылған жоқпын ақындардың арасына. Сол кез осы Алтынбек Әлібай бауырыммен танысып, осы ортаға мені ертіп, жасы кіші болса да қатардан қалма, өзгелерден кем емессің дегендей. Алла разы болсын. Жаңа ән деп жатырмыз ғой, жақында Меруерт Дәрібаеваның әніне жазылған Жалғыз жапырақ дейтін әнім шыққан. Ол апамыз өкінішке орай келе алмай қалды. Өлеңін поэзияға болып келді. Жалғыз жапырақ. Басқа жазған өзгерте алмай тағдырды, жалғыздық па, күз әйтеуір тоңдырды. Құрқылтайдай жүрегіме сыйдырдым сен сыйлаған, бар қуаныш бар мұңды. Сенсіз мұңлы Алматының бақтары, іліп алды бал сезімнің қақпаны. Мен әйтеуір жүрегімнен үзілдім, жапырақтай жерге қонған сап-сары. Сәттерім аз, сен кеткелі шын білген, бір күлкімді алмастырдым мұң-мұңмен. Сайрап едім сезім атты бақшаңда, бірге болғың келмеді ме бұлбұлмен? Сен сыйлаған көп тепкіге төзгенем, кім біледі мен қуанар кезгелер. Мендей саған табылды ма кім білсін, сендей маған бола алмай жүр өзгелер. Сен кеткелі сыйлады тек күзім мұң, жазбен бірге нұрланды жүзімнің. Енді отырмын сағыныштан сарғайып, жапырақтай жүрегімнен үзілдім. Мына қазіргі қоғамның дерті негізінде жалғыздық. Оның ішіндегі көп жағдайда өкінішке орай әйел адамның жалғыздығы. Дей алмай жүректегі мұз жібіді, жабырқайды бір сұлу күздігіні. Жүрегіме қаттырақ батып кетті өтте ауыр сұрапыл қыз ғұмыры. Бойынан табылса да ізеттілік. Жігіттер, әй жігіттер, танытпадық ізеттілік. Жігіттерден көңілі қалғаннан ба жүрегіне салыпты күзет қылып. Ұқпадым, ару неге қамығады, ол бәлкім болашағын сағынады. Өткеніне өкпелі түсінбедім, ол қашан қан көңілден арылады. Көзінен қуанышы көрінбейді, мұңмен жалғыз күресер жеңілмейді. Мамық жастық құшақта ұйықтағанмен, одан бірақ махаббат бөлінбейді. Қайтеді ақ көңілі ақырғасын, тауға да тасқа соғып жатыр басын. Мол дүние алатын ақшасына, біледі ол махаббаттың сатылмасын. Сыр бөлісіп жанына тоқталып ем, астыма жайып берді мақта келем. Жалғыздықтан жүрегі мұздап жырау, қалың көрпе жамылып жатқанымен. Алдында ақша, табыс, мансап тұрау. Ей тағдыр, бірақ қатты шаршаттың ау. Жұмсақ жастық үстінде жатқанымен, тоқпақтай бір иықты аңсаттың ау. Құбылып өтіп жатқан заман бөлек, қатты әсерін тигізді саған демек. Отыру үшін үйге ерте келіп, еркелетіп күтетін адам керек. Саған керек жету бақ баянына, баянды өмір бір құшақ жаяды ма? Өзің үшін күрессең, ешкім сенің тұсау сала алмайды аяғына. Мына біздер көбіне өлең жазып жүрміз ғой, махаббат, жақсы көрем дейміз. Бірақ
көп жағдайда махаббаттың не екенін түсінбей жатамыз. Мен өзімше бір махаббат туралы бір түйсік жазып көрдім, түсінгендей болып. Мол уақыттың болған мәңгі тұрағы, көрінеді ол тек жандарға қырағы. Бар ғұмырын ету үшін баянды шын махаббат 4 сатыдан тұрады. Біріншісі көре сала ұнату, өз-өзіңді бал сезіммен жұбату. Махаббаттың ғажап сәті міне осы, жылы сөзбен жүрек кілтін сұрату. Екіншісі ғашық болу, шынайы іздеп тұру, бірін бірі ұдайы. Бір ғасырға татырлықтай болады ғашығымен өткізетін бір айы. Үшіншісі жақсы көру, ғажап жақсы көрсең сезім шіркін тозама. Бір адамды жақсы көргің кеп жүрсе, жүрегіңді жамандықтан тазала. Төртіншісі және соңғы тұғыры, әдемі болып көрінер бар қылығы. Шын сүюмен шектеледі мен үшін нағыз тәтті махаббаттың тұғыры. Қазал жырмен жырлау керек күштен қып, жырламаған махаббатқа дұшпандық. Және барлық сатыларда кездесер махаббатты болу керек құштарлық. Көңілің неге сенің жабырқаулы? Көңілім неге менің таңырқаулы? Сені тыңдап отырдым келелерді аударып, бар ықылас барын танды. Дұрыс па? Көңіл босап жылағаным, жылай көрме тек сенен сұранарым. Қаншама өлең жаздым жұбансын деп, өзің оқып жүрерсің ұнағанын. Өлең жазып отырмын қайта бүгін, жүректі ауыртпасын байқа күнім. Саған ғана ұнайтын жыр жазайын, жақын келде жүректің айт әмірін. Жалғыздығың жаныңды қимады ма? Жалғыздығың жаныңды қинады ма? Жігіттер шағылысып қалған шығар, айдай жарық сұп-сұлу дидарыңа. Әйтпесе сені көрмеу соқырлы қол. Мен өлең арнап жазсам жақынды қол. Ақымақтар сынақтан сүрініп жүр, ал сен осы қалпыңда ақылды бол. Берілген әрбір минут уақытың бақ, мұны өмірдің мәңгілік бақытында жоқ іздеп жүргеніңде абайлаш, ажарыңды кетпесін уақыт ұрлап. Дәл жаңағы оққан өлеңнің негізі кейіпкері осында отыр, атын атамайым. Ең мен үшін жақын адам. Ал ендеше ортаға менің сөзіме жазылған Гүлжанат Мұхамеджанның әні. Бұл қызда тамаша ән айтып жүрген қыз, бірақ сахнадағы алғашқы мен секілді қадамы және репертуарына алған алғашқы әні менің сөзіме жазылған. Гүлден Нұрлыбек қызы. Құрметті көрермендер, қош келдіңіздер. Нұрсұлтан досым, алғашқы шығармашылық кешің құтты болсын. Қаламың ұштала берсін. Өлеңдерің көп болсын. Ал кеттік. Құбаламын
сурет салдым өлеңмен. Жап жаңа параққа қаламмен көнерген. Бұл қандай хас сұлу деп іштей қиялдап, барлығы шарық ұрап іздесін әлемнен. Барлығын салдым мен, шашыңды, қасыңды, кірпікті найзадай көксиім жасырды. Ендігі мәселе шашылған шоқары, исіңді сала алмай қатардың басымды. Қиялдың көгінде алса да қанаты, сен жайлы жыр жазар пәледе бар ақын. Исіңді бейнелей алмасам айтпа, мен ғана еске аладым. Сендегі кескіннің барлығы әдемі, дәл қазір бір көру жанымның бар емі. Суреттеп отырмын жай ғана қиялдап, өткізсе болғаны қиялдың елегі. Сағынып отырмын сол ғажап иісі, миыма бағынбай толқыны сүзгі кешкі. Шашында әдемі екі айды тоқтадым, қалғаны тек маған тиісті. Тірі жан көрмесін құпия кескінді, менімен өтсін тек ғажайып кеш түрлі. Мен сенің суретшің болайын мәңгіге, дәл сендей бейнелей алмаймын ешкімді. Бір күнім өтсе де уақытта тастадым, сен жайлы портрет салуды бастадым. Өлеңмен салынған сол ғажап суретті өзгеден қызғанып кетіріп тастадым. Өзімнен қызғанып кетіріп тастадым. Жанарында мұң да бар, қайғы да бар. Бөбек үшін күнді де, айды да бар. Жалғыз басты ананы көрген халық, ажырасқан деген тез жайды хабар. Еркек біткен көңілін білдіріп шын, еріп жүрді соңынан күлдіріп шын. Ажырасқан әйелге бәрі ғашық, эх жігітім, ойыңды бүлдіріпсің деген жауап естейтін барлығы да. Таң қалатын әйелге арманына беті қайтқан еркектің әңгімесі, жоламаймын біреудің қалдырына. Айтылатын ол жайлы өсек те көп. Айтқан еркек ұқсайды есекке дөп. Жылы-жылы сөйлесең, ол да адам. Өзі келіп құлайды төсекке ек. Деген жандар көбейді ғой, арам ойды. Болмағасын қиынау санам бойлы. Қарындасым әпкем бар деген Аллам. Бермепті ғой, аз ғана саған бойды. Көз жұмып айтылған әр өсекке, мән бермей сыбырласқан бар өсекке, ақыруын қоймайды-ау бәрі бірде, шелек-шелек салсаң да жемесекке. Керексінбей бөтеннің көмектерін, еңбекпенен табатын керектерін, жалғыз басты анаға бас иемін, жоқ дегізбей өсірген бөбектерін. Сақтаған ұл қыздардың қарашығын, жинап берген әлемнің бар асылын, бас иемін себебі мен өзім де жалғыз басы ананың баласымын. Құрметті қошеметтеріңіз, оқырмандар клубының мүшелері
арасынан осы кеш болады дегенді естігеннен сіздің бір өлеңіңізді оқыңызшы деп жиналып халық арасынан келіп отыр. Мен үшін үлкен мәртебе. Рахмет сіздерге. Мына әлгілер өмірге келгеннен бесікке бөленіп жатамыз ғой. Қазір сол үрдіс қалып бара жатыр. Бесік көп қолданбаймыз. Сарайда шаң басып қалған бесігімді көргендегі күйініштен шыққан өлең. Соқпағанымен балалық шағым оңайға, мүлгімес уақыт артына сірә қарайма. Шешімін таппай жалғанның мынау зулаған бесігім жатыр, тоз-тозы шығып сарайда. Сол бесік еді анамды менің тербеген, ал қазір өзі тербеліп тұрау желменен. Бір күні мен де шаңымда қағып шығармын, тал бесігімнің үміті сынды сөнбеген. Қайран бесікте нағашым жатқан көсіліп, араға жылсақ маған да жетті кешігіп. Үмітім менің кетпесе болды әйтеуір, сол бесігімнің бауындай болып кесіліп. Қарасам қазір бесіктен түк те қалмады, түсінген кім бар баянды бағын қолдағы. Арманым тұрау бесігімдей боп сарайда, ағаш жүректей ғайып болмаса болғаны. Ұйықтар алдын мен бесік жырын естім, тәтті ұйқыда бақытты ғұмыр кешіппін. Әлде үніне елітпей өскен бұл жастар қадірін қайдан түсінер дейсің бесіктің. Сол бесік еді әр қадамымды нық қылған, бесік жыры мен омыраудан ақ сүт жұқтырған. Тыныш ұйқыма себепкер болған тар бесік, кең дүниенің қадірін маған ұқтырған. Кейде өткен өміріңдегі қиындықтарға қарап тұрып, әттең осы уақыттың бәрі түсім болса ғой дейтін кезде болады. Қандай сәттерде шыққан өлең. Анаммен сырттай сырласып. Ана, бәрі есімде балалығым, еске түссе жанарға толады мұң. Көрші ағай баласын еркелетіп түйілгенін көрмеппін қабағының. Содан бері мен әлі жаралымын. Төбелесіп менімен көрші бала, жүретін біз әр кеште тер шығара. Сол бір досым үйіне жылап барса, әке сатып шығатын қамшын ала. Ал мендегі жанарда тамшы ғана. Белгілі боп тұрса да жеңетінім, қала берді байланып неге тілім. Әке болып жүретін анам байғұс содан болар, соққыға көнетінім. Болмаған соң артымда сенетінім. Өмір мені тіреді тығырыққа, шыдасам да мен талай жұдырыққа. Үлгере алмадым өкінішті, балалықтың бал күнін ұғынып та, айналмады ұлыңның мұңы құтқа. Белгілі ғой, әкен ұл құт санары, әкесіз күн ащы ғой жұтса дәмі. Ең бақытты балалық кетер едім, әттең, түсім боп шықса бәрі. Өшірері мұң толы түп сананы. Ана, бәрі есімде өткен көктем, тек өлең ғой ұлыңды көккөрлеткен. Күзге айналып кетерін білмедім ғой, бар өмірім әкеге кетпен жеткен. Күзде барлық қайғысын көктен төккен. Туылғалы қанғатты қабағыма, бақ жұлдызым қайтадан жанады ма? Тәтті ұйқыда қашанғы жата берем, ұйықтап қалды ғой деп баламына. Ана, мені оятшы сабағыма. Мені оятшы сабағыма. Осы жерде менің аяулы анам келіп отыр. Мені қолдап, әуелі Алла бұқа ақын болғанына. Анам қайтады, орнынан бір тұрып қойса. Құрмет қошеметтерін
және қолдаушым жан-жарым келіп отыр. Қасымызда жүрген жақындарымыздың қадірін түсінбей жатамыз ғой. Біз өлең жазып жүрміз, ақынбыз деп жатамыз. Көп рахмет. Қасымызда жүрген адамдардың қадіріне жете алмай жатамыз ғой. Кейде ақынбыз дейміз, өлең шығарамыз дейміз, өзімізден өзіміз қиял әлеміне еріп кетеміз. Соның бәріне көніп шыдап жүрген менің жарым аяулы Раушаным. Мысалы, мен адам емес едім ғой, құшағы кең. Неге сенің алдымда басымды иіп, ұшып жүрмін сезімнің ұшағымен? Білмеймін мен, неге сенің жаныңда күндей күлгем, тек сен едің шыдаған суығыма, менің күзгі бағымда гүлдей білген. Сендей маған осыншама жылулық бермейді адам, сен еркелеп күлгенде жаныма кел, неге мынау әлемді көрмей қалам? Раушан гүлім, жарқырасың тек сен деп тоңсаң күнім, мұң қайғыңды маған бер арқалайын, тек бақытты сәттерді қарсы ал бүгін. Сосын ертең айналсыншы шаттықтан басың еркем, пәк көзіңнің моншағы төгілмесе, ақ сезімнің құшағы ашылар кең. Жыр әдемі, шыға қоймас болмаса мұң әлегі, жары болу ақынның оңай емес, соған көніп жүрегің шыдап еді. Сондықтан да кешірсін мына мені. Сені көрдім, көре сала жүзіңе емірендім. Сондай сұлу керімсің, іздесем де табылмайтын ішінен желілердің. Содан бері ақ қағазда сүйрейді қалам мені, сен келгенше түнеріп тұрған еді, шайдай ашылғанын ай қалам көгі. Әппақ керім, қойған саған жүрегім сақтап түрін, өлең болып құйылып келдің маған, көк сияға боялып ақ дәптерім. Ақ маңдайлым, ақ маңдайдан зор бақыт тапқандаймын, сені көріп қос қолын көтерді де, қалды қазір жеңіліп бақтан байғым. Өмір сенің кіргізбейсің бағыңа егілсе мұң, мені қойшы, еркекпін, амалдаймын, сен жылама, ей менің келешегім. Рахмет.
Жаңбыр жауса жүрегіңді ердей ме? Әлде саған ол тыныштық бермей ме? Тамшысына шомылсын деп сен үшін көз жасымды төгем солай мен кейде. Жүрегімде күрсініс бар, ауыр мұң сезбедің бе арасынан дауылдың? Жанарымның мұншақ қой білмейсің, үйсін аса түнде жауған жалынның. Кімді күттің, терезеге телміріп, қараңғы түн саған қандай берді үміт? Терезеңе соққан тамшы қойсыншы, сені қатты сүйгеніме сендіріп. Сағыныштан жан ауырып құрып жүр, мен жанайын, сен бірақ та күліп жүр. Аспан тағы көздің жасын көл қылса, сені қатты сағынған біліп жүр. Сезесің бе? Сағындым. Қатты. Сағынышым бір сәтте бақ қуатты. Ақ сезімін алаулап жанған кезде жүрегімде бықсыған шоқты жақты. Кім түсінер өзіңдей дертімді бұл? Жасап алдың тәуелсіз еркімді құл. Сенің аппақ көңілің түспесінде санадың ба қаншама шертілді жыр? Сенесің бе өзіңсіз қиылмаған? Сен бар жерде езуім жиылмаған. Жабырқасам сағынып жабырқаймын, сен жоқ жерде дауылмын құйындаған. Жүрсің сен де ұйқысыз түн өткізіп, жүрегіңе сезіммен гүл еткізіп, бәріне мен кінәлі болмайын деп жүрмін енді артыңнан тілек тізіп.
қонақтар, Жаңаөзен тұрғындары, ұйықтап қалдым ғой кішкене. Мен кеше пойызда келе жатқанда Нұрғанат Есенғалиевтің сөзіне жазылған Гүлжанат Мұхамеджанның әніне жазылған кеше ғана 2 күнде шыққан туынды. Туынды пойызда шықты бұл ән. Енді соны сол пойызда жаттағанша жаттап келдім енді. Не болса, кем кетіп болатса кешірерсіздер, 2 күнде шыққан әлі дайындық болған жоқ. Бірақ айтып көрейін соны. Алыстарымның деп келесі ұмытпадым. Kaldı ki yeşil, kızım
осы орайда мына мені елеп ескеріп осындай сонау Алматыдан өлеңімді елеп өнерімді елеп келген Гүлжанат Мұхамеджан әпкеме анамның атынан шапанды сосын және де Ұлболсын Бейсенбаева сонау Алматыдан бас келіп келген. Көп рахмет, Алла разы болсын. Құрметті менің баламның кешіне алтын уақыттарыңызды бөліп келген көпшілік қауым, сіздерге көп алғысымды айтамын. Тек тойда жүріңіздер. Сонау Алматыдан келіп менің баламды қолпаштап, қолдап, халыққа танытам деп өлеңдеріне сөзін жазып, әнін жазып, қолпаштап жүрген Гүлжанат ханымға да алғысымды айтамын. Балама да неғылайменді талабым екеуіңізге де тілерім тек биіктің шыңында болыңыздар деймін. Талаптарыңызға нұр жаусын. Тек осындай өнерлеріңіз өрге жүзіп, қаламдарыңыз ұшталып жүре беріңіздер. Қазір сосын Гүлжанат ханымға азғантай орамал тон болмайды, жол болады деп, кішкене бешпентім бар, соны иығына жапқалы тұрмын. Ал мені құрметті концертке келушілер, көп рахмет сіздерге. Мына менің жиенім Нұрсұлтанның концертіне келгендеріңіз көп рахмет. Нұрсұлтан саған биіктерден көбіне бердегін біледі. Жақсы өлеңдеріңді, әндеріңді, жырларыңды айта бердік. Ең сау басың аман болсын. Мына қолдап қолпаштап келіп жатқан қыздарға, ұлдарға көп рахмет жан. Бүгін сіздердің алдарыңызда өнер көрсеткен Кендірлі мәдениет сарайының ұжымы көп рахмет. Оның қоса режиссер Алина хан және Мұнайшы мәдениет сарайының ұстаз дейміз көркем Айдос Жұмабаев, Көркем Дүйсенбаева және Алтынбек Әлібай, Гүлден Нұрлыбекқызы, оқырмандар клубының мүшелері Ұлболсын Бейсенбаева Алматыдан келгендеріңізге, қолдап келгендеріңізге мың алғыс. Сіздердің